Ассалаумағалейкум. 3-ші бөлім 5-ші сабаққа қош келдіңіздер. Жалпы бұл сабақта біз мына құлпынайларды егіп, өнімін алып болғаннан кейін ары қарай не істейміз? Ары қарай бұны жаңартсаңыздар болады, жұлып тастап, немесе бұл құлпынайларды келесі жылға, екінші жылға қалдыруға болады. Енді екінші жылға бұны қалай қалдырамыз десеңіздер, бұл жалпы мынақты көрсетейік. Бұл жерде өзі құлпынайлар өсіп, дамыған кезде мынадай рожок деп айтылады. Мына көріп тұрсаңыздар, жаңадан жапырақ шығып, мына түбінде бір құлпынай, мына жерде тағы да бір құлпынай өсіп тұр, екеуі. Осылай бұл бөлінеді, 2-3-ке бөлінеді осылайынан. Сол егер екінші жылға қалдырып жатсаңыздар, бұл жер мысалға құнарлығы жетпей, жаңағыдай келесі жылы тура бірінші жылдағыдай қылып өнім бермейді. Сол үшін мынау осы рожоктарын алып азайтып отырасыздар. Мынау рожоктарын алып тастап азайтып отырасыздар. Мынадай бір рожок немесе 2 рожок қалса, сол екеуі жеткілікті, мына жерден де шығып жатыр. Осы рожоктардан былай қарай құлпынай салады. Оны мына жақтан көрсете аламыз, міне. Мына жақта гүлдеп жатыр қазіргі уақытта. Осы міне осылайынан рожоктарға бөлініп, мына жақта да жатыр, мына жақта да міне. Мына жақта енді гүлдеп келе жатыр, міне жақта. Енді гүлдейді бұяқтан. Мынадай сабақтар шығарады. Осындай рожоктарын азайтамыз екінші жылға. Сол кезде мынау бір рожок немесе 2 рожокпен жақсы өнім береді. Енді бірінші жылдағыдай өнім алу қиындау, бірақ алуға болады. Оны алу үшін түбіне биогумус немесе сондай жақсы тыңайтқыштарды салып, солай өнім алсаңыздар болады. Егер де жоқ, мен ауыстырам, келесі жылға басқасын егем дейтін болсаңыздар, мынадай мұрттар шығарады. Жаңағы өткен сабақтарда көрсеттік. Қазір бұл жерде мұрттар жоқ. Сол мұрттар шығып тұрады осылайынан, біреу-екеу болып, сол мұрттарды аласыздар да қырқып алып, сол өткен сабақтарда барлығын көрсеттік. Мынадай кассеталарға егіп, сол жерден қайтадан көшет шығарып, мына көшеттерді өнімін алып болғаннан кейін, мұртшасын алып болғаннан кейін, бұның барлығын жұлып тастап, жерді қайтадан аударып, жерге қайтадан биогумус сеуіп, немесе ескі 7-8 жыл болған көң, сол секілді амофоз, жаңағыдай басқада тыңайтқыштарды сеуіп, жерді демалдырасыздар. Жер өзі 1 жыл, 2 жыл демалу қажет. Егер тағы да қосымша жерлеріңіз болса, сол жаққа еге берсеңіздер болады. Бірақ бір жерге екінші рет ексеңіздер де болады, бірақ ол жерден барыбір жаңағыдай жақсы өнім береді деп айта алмаймын. Себебі жердің құнарлығы жетпейді, оның күші жетпейді. Қанша тамақ берсеңіздер де жер демалу қажет. Мынадай қара пленкамен жапқаннан кейін жердің демалуы да кішкене нашар болады. Сондықтан пленканы алып тастап, аударып, демалдыру керек. Одан кейін осы мұртшалармен мынадай кассеталарға отырғызып, кейін жерді демалдырып, немесе басқа жерге дайындап, сол жаққа егіп, сол жақтан келесі жылдары жақсы өнім алуға болады. Солай осылайынан мұртшасы шығады, көбейтесіз, қайттан егесіз, солай процесс өзі айналып келе береді. Осылай жұмыс жасай бересіздер.